Сәлем қыздар, ауызашардың 3-ші күні де келіп қалды. Бүгін мен пюре, гречка және де соған подливка жасайын деп жатырмын. Мына жерде барлығын алдын ала дайындап, турап алдым. Алдымен пюренің картошкасын салып, дәміне қарай тұзын салып, қайнатуға қойдым. Ана жақта подливкасын пісірдім. Алдымен пиязымыз сарғайтып қуырып алып, одан кейін етімізді қуырып, томат және де теркадан осылай сәбізімізді қуырып алып, дәміне қарай тұзды салып, суымызды құйып, асты баяу отта пісіреміз. Ал мына жақта гречкамызды жақсылап жуып, оны да пісіріп алып жатырмыз. Сол орайда біздің картоптарымыз пісіп шығады. Жарты суын төгіп тастап, оның үстіне сүттің сары майды қосып, блендермен жақсылап араластырып жібердім. Ал салатқа өзімнің жазда жапқан соленый огурцымды аштым. Аз ғана банкасы қалды. Оны да осы ауызашарға бұйырыпты. Дастарханымызды жақсылап сәндеп, вуаля етіп, осындай дастархан жайдым. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, оразадан оразаға аман есен жете берейік.